Жоңғар шапқыншылығы. Жоңғар шапқыншылығы 27-28 ғасырларда қазақ халқы үшін аса ауыр кезең болды. Бұл кезде жоңғарлар қазақ жерін жаулап алуға тырысты. 1723 жылы жоңғарлар күтпеген жерден шабуыл жасап, мыңдаған адам босқынға айналды. Бұл трагедия Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама деген атпен тарихта қалды. Қазақ елін қорғауда Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай батырлар ерекше ерлік көрсетті. Олар ел бірлігін сақтауда маңызды рөл атқарды. Қалмақ батырын жекпе-жекте жеңген Қабанбай. Бір шайқаста жоңғарлар қазақ жауынгерлеріне, батырларың болса, жекпе-жекке шықсын деп үн қатады. Қалың қол ішінен Қабанбай батыр шығып, ел намысын таптатпаймын деп жекпе-жекке аттанады. Қалмақ батыры алып денелі, аты дардай жауынгер еді. Бірақ Қабанбай батыр найзасын дәл бағыттап, жауды жер құштырды. Бұл жеңіс қазақ жауынгерлерінің рухын көтеріп, шайқасты өз пайдасына шешуге көмектесті. 1729 жылы қазақ жасақтары Аңырақай шайқасында жоңғарларға күйрете соққы берді. Бұл шайқас елдің тәуелсіздігі жолындағы үлкен жеңіс болды. Бөгенбай батырдың Аңырақай шайқасындағы ерлігі. 1729 жылы Аңырақайда қазақ пен жоңғар әскері бетпе-бет келді. Шайқас алдында ел қолбасшысы ретінде Бөгенбай батыр жауынгерлерге былай деді: артымызда ата-баба рухы, алдымызда ұрпақтың болашақ. Жеңілсек ел кетеді, жеңсек ел тіріледі. Бөгенбай алғашқылардың бірі болып жауға қарсы шабуылдады. Оның ерлігі барша әскерге рух беріп, шайқасты қазақтар жеңіспен аяқтады. Бұл халықты бірлікке жұмылдырған, батырлықтың шын үлгісі болды. Бүгінгі бейбіт өмір бабаларымыздың күресінің нәтижесі. Бұл тарих біздің мақтанышымыз.